Құрметті оқырман, аудиокітаптар арнасына қош келдіңіз. Қасқырдың киесі. Күн жұма болатын, түнімен жол жүріп Ақмола жақтан келе жатқан бетім еді. Қар борап тұрған. Күйік асуы жабық дегенді естіп, амал жоқ тоқтағанмын. Таң атып қалған. Көре кетейін деп Тараз қаласының орталық базарына кіре бергенім сол еді, бір бейтаныс жігіт жылшырай қолын созды. Амандастық. Аға, үйге жүріңіз, сізді күтіп тұр едім, деді әлгі жігіт. Інім, мен сені танымаймын ғой, шатасып тұрған шығарсың, мен жай ғана жолаушымын. Бұрын бұл жақта болмағанмын. Есесіне мен сіз танып тұрмын, Орекеңсіз ғой, десін. Бейтанысын мені таңғалдырып. Өзінің дегбірсізденіп тұрғанда байқап қалдым. Ішкі ойым не болып қалды екен деп те тұр. Аға, мен сіз түсінде көріп едім. Атыңызды да содан білемін. Таңертең ерте орталық базарға барсаң, базардың кіре берісінде сол кісіге жолығасың. Ертіп кел деп сізді суреттеген аяным бар еді, десін бейтаныс жігіт қиылып. Қалған үйге барған соң айтармын. Мен одан сайын таң қалдым. Жарайды онда, барсақ барайық дедім. Бейтаныс жігіттің үйі қаланың шет жағында тұрады екен. Әне-міне дегенше келдік. Адамдар абыр-сабыр таң атпай құрбандық шалып қазан көтеріп жатыр екен. Үйлеріне кіре берістегі аулада сым шарбақтың ішінде қамаулы тұрған абадан қасқырды байқап қалдым. Байғұс аңның көздері жасарып кетіпті. Мен өзім қасқырларды жастайымнан жақсы білемін және оларды түсінемін. Обал болып тұр екен-ау, дедім ішімнен. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қасқыр маған қарай қиыла қарады. Өзінің жағдайын айтпай-ақ ұқтырғандай болды. Бәлкім ол да мені таныды. Тек маған айтар тілі жоқ еді. Бейтаныс жігіт менің кідірістеп қалғанымды байқап қалды ғой деймін. Аға, бұл қасқырды мына күйіктің асуының ұстап әкеліп 3 айдай болды осында. Өзі зор екен, ә? Деді мақтанып. Қолға үйренбейді екен бұл жыртқыш. Берген тамағында алмайды. Мына шарбақтың үстінен лақтырып тастаймыз етті. Оны да түнде ғана. Біреулер сұраған еді, емдік қасиеті бар дей ме, өтін, тұяғын аламыз дей ме, уәде берген едім. Мен ештеңе дегенім жоқ. Сонымен үйге кірдік. Әңгіме былай екен. Аға, келіңізбен шаңырақ көтергенімізге 12 жыл болды. Бәрі бар бізде. Тек шикөкпе болса да бір балаға зар болдық. Барлық жерге бардық. Сөйтіп жүріп әйтеуір өткен жылы бөпелі болғанбыз. Сол ұлымыз 2,5 айдан бері қатты науқас. Көзін аша алмайды. Түтікпен тамақтандырамыз. Қаратпаған жеріміз қалмады. Дәрігерлер де шашады. Көрген аямызды өзіңізге айттым. Ендігі сенім өзіңізде ғана болып тұр. Менің таңғалысым шыңына жетті. Бұған не істей аламын деген сұрақ қой. Жалпы, мұндай оқиғалар менің басымнан көп өткен. Және көп жерде науқастарға жәрдемде тиген еді. Бірақ мен ол туралы ешкімге тіс жармайтынмын. Мына жағдай тіпті қиын екендігін сезіп те тұрмын. Бұл тұста тылсым тіл ғана сөйлей алады. 1 жасар баламен қалай тілдесемін? Сәбидің басынан сипадым. Маңдайына шып-шып тер шыққан байқадым. Ары қарай не істеуім керек? Ол жағы тұманды еді. Ойымның бәрі сыртта қамауда тұрған абадан қасқырға қарай бұрыла берді ғой. Кенет бір шешімге келдім. Баланы көп қымтай бермеңдер, деп орнымнан тұрдым. Өзімді қандай күш жетелеген білмеймін. Асығыс сыртта тұрған қасқырдың жанына келейін. Не боп қалды деп бейтанысы менің қасыма жүгіріп келді. Босат мына қасқырды, дедім. Аға, былайырақ тұрыңызшы, майып боларсыз. Менің оны тыңдауға шамам жоқ еді. Көлігіңді алып кел. Бейтанысым көлігін алып келгенде мен қасқырды темір шарбақтан шығарып желкесінен сипап тұр едім. Күйікке келгенше қасқыр менің қасымда отырды. Күйікте боран тілі тіпті ұлып тұр екен. Мен қасқырды көліктен түсіріп жібердім. Киелі жануары артта бір қарады да, бір құраған ақ түтек боранға сіңіп кетті. Біз бейтаныс жігіттің үйіне қайтып келгенімізде сәбидің көзі де ашылып, анасының омырауын борпылдата еме бастаған екен.